кешегі 31 жылғы алағай бұлағай енді биыл 90 жылдық болып отыр біздің адай көтерілісінің. Осы Маңғыстаудың ойы мен қырында қазақтың қаны жумаған топырақ жоқ, пұшпақ жоқ. Осыдан 90 жыл бұрын. Бірақ біздің соншама самсоздығымыз, соншама тіпті ешқандай тарихымызға, тіпті өткен бір құнсыз кеткен ата бабаларымыздың төгілген қанының беделіне деген бір ешқандай бір құрметіміздің жоқтығы. Сосын сөйтіп ой жұт болып жатыр деп ыңырситынымыз міне осы адамның күлкісіне емес көз жасына келтіреді да. Әйтпесе 90 жылдықты қандай болғанда да бұны елеусіз қалдыруға болмайтын даты ғой мына. Себебі кеше мұздай темір құрсанған совет әскеріне қарсы жалғыз отпенен аталарымыз осы жерде қан майданға түсті. Тең емес әділетсіз шайқаста жеңіліске ұшырады, бірақ сол рухын сындырмай осы елімізді аман алып қалды ғой солар. Қанша шейіт болып кетті. Әр соғыста бәленбай аналар темір құрсанған бәлелер оқ өтпейді. Аспаннан аэропланменен, жерден тачанкаменен оқ себелеп бұршақша жаудырып. Олардан азғантай адам өледі. Бізден әр соғыста бәленбай адам қырылып қалады. Сол біз шенімен менің ата бабамыз ғой енді. Солар туралы осы мына отырған, билікте отырған адамдардың бәрінің де ата бабасы ғой. Соның ішінде қаны төгілмеген ел жоқ қой, ауыл жоқ қой. Соның бәрін тарс ұмытып, әлі күнге дейін Фетисовтың атын, әлі күнге дейін Баутиннің атын ауыстыруға қайрат таппай, ең болмағанда мынандай осындай тұста бір елдің еңсесін көтертіп, мынау қиын кезде рухын көтеретін шаралар өткізуімізге болады ғой енді. Әр жерде айтып көрдік, бірақ айтылады да қалады сөзің. Оны ары қарай жасайтын біздің қолымызда, дәл қазір өзім менің қолымда ондай күш жоқ, мысалы оны алып кете алатын. Айтасың, қайтасың сосын